Сіздің? Қоңырат Божбан. Асылжан да. Сіздің руыңыз қандай? Тамақшы. Асылжан Қалабек. Сіздің руыңыз қандай? Ұлы жүз шанышқылы. Шанышқылы. Сіздің руыңыз қандай? Сіздің руыңыз қандай? Менің руым орта жүз арғын. Сіздің руыңыз қандай? Дулат. Чапрашты. Орта жүз Қоңырат. Руыңыз қандай? Керей. Айда руыңыз? Айгерім руыңыз? Жансай руыңыз? Руыңыз? Албан Қызылбөр. Сіздің руыңыз қандай? Найман Қожағұл. Найман? Сіздің руыңыз қандай? Мына жақта отырғандардың бәрін сұрадым. Жылатып қайтарып жүрмейсіз бе, есік әне? Ой, Құдай сақтасын, мұндай әңгіме айтпаңыздар. Жақсы сөйлейік, жақсы жорайық. Толықтай дайынсыз үміткер қабылдауға? 100% дайынмын. Ақерке деген есім енді болмайды. Ақерке деген есім естелік болып қалады ғой жай. Солай. Міндетті түрде Нұржанға үміткер болып келіңіздер. Нұржан мен Ақеркенің таныстығы тоқтады. Бірақ Майя мен Жәнібектің таныстығы жалғасты. Қазір сіздің Майяға ойыңыз жоқ. Ой, жоқ қойыңыз. Кешегіден кейін тем более. Баласының ортаға шығуда жаңа ерлік қой негізі. Сезім білдіру деген сияқты. Қатты бір сезімге балаған жоқпын. Қызығушылық дегенге баладым. Иә. Бірақ енді дүрбелең болып жатыр ғой. Сен оны ол басқаны, ол вообще басқаны. Сіздің үміткеріңіз не деп жатыр? Үміткерім кішкене шу шығарғаны бар, бірақ барлығы нормаль сияқты. Шешілген сияқты. Өзіңіз қандай ойдасыз Айдан аға енді? Жақсы ойдам. Жақсы. Қалады солай жақсы ойдам. Өзгермейді, иә? Ал Айдана мүмкін Бексұлтанды таңдай ма, көреміз, міндетті түрде эфирде көріңіздер. Көрсеңіздер, байқасаңыздар болады. Райдың үміткері бар ма? Қандай үміткер керек сізге? Мен жақсы көретін теңдесін. Мен жақсы көрмеймін. Қойыншы ешкім. Сіз жақсы көргіңіз келмей қалды ма? Иә, көрмейді адам жақсы көрмейді. Демек сізді қатты жақсы көрген жігітке тұрмысқа шығасыз? Иә. Бұл қай дүниеден кейін бұндай шешімге келдіңіз? Осы недавно болған дүниеден кейін. Солай, міндетті түрде Нұрайға үміткер болып келіңіздер. Сіздер үшін арнайы қызыл киімдерін киіп келіп жүр, бітіп қалмай тұрғанда қызыл киімдері келіңіздер.